мен өте сезімталмын, бірақ мен саған көмектесуге әрдайым дайынмын, қолдау беруге. Сол сияқты жалғастыра береміз. Түсінікті ғой, иә? Мен өте көңілімде алғышпын, бірақ мысалда саған психолог болғаннан кейін ішімдегіні ақтарамын. Мен де қай кезде көмек қол ұшын беруге дайынмын. Сізге қандай жағдай болса да көмек беруге тырысамын. Өзімді ақылым деп есептеймін, әрқашан сізге қол ұшын беремін. Мен өте мерзімін, мен сізге қандай жағдай болғанда да қол ұшын беруге дайынмын. Ақылым деп ойлаймын, сізге қашанда көмек қол ұшын созуға дайынмын. Ерекше баланы алып келу. Жақсы. Демек, әр сыныпта Валентин айтып отыр, қазіргі кезде расында енді қай кезде бұл іске асатыны белгісіз, бірақ бүгін болмаса да ертең мына алдыға қойған мақсатта кез келген уақытта біздің ортамызда яғни балалардың мына 100% өзіне мүмкіншілігі сау баланың жанына, яғни кішкене ерекше баланы алып келіп отырғызуы өте мүмкін, иә. Мына жерде қазір көрген ойнап жүрген, жүгіріп жүрген балалардың ортасына мүгедектік арбасына таңылған ерекше баланы алып келген сыныпқа. Енді келесі мынаған назар аударайықшы. Бүгін маған берілген енді тапсырма сондай ерекше балалармен заманауи әдіс-тәсілдерді қалай қолданамыз, қандай әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Ең бірінші қандай әдіс-тәсілдерді қолдануымыз қажет екен сондай балалармен. Ол баланы мектепке, сыныпқа алып келіп отырғызған кезде. Дифференциалды оқыту, яғни тапсырмаларды деңгейлетпеу. Одан кейін қолжетімді оқу мақсаттары болу керек, жаңағы балаға ерекше. Екінші, universal design for learning, UDL деп қоятын ақпаратты әртүрлі форматта ұсыну. Бұл екіншісі, өз қабілетіне сай жауап беруіне мүмкіндік жасау. Келесі, мультимодельді әдіс дейді екен, көру, есту, қимыл арқылы оқыту, сюжет, бейне, схема қолдану. Соңғысы және ақыта қолдану, мысалы ертеңімізде Валентин айтып өтті, жиі қолданып сабақ оқушымыз қажет екен. Енді осыны осы жерде интерактивті платформалар жаңағы бар, және арнайы қосымшалар, аудио субтитр және егер де баланың ерекшелігіне қарай цифрлық мүмкіндік беру керек шығар, мүмкіндік кішірейту керек шығар, сондай әдістер біз қолдануымыз қажет екен. Енді негізі қандай заманауи әдістер түсінікті болды ма? Жақсы. Үш топта біз қазір үш түрлі ерекше баланың жағдайын түсінетіндей болуымыз керек. Мына бірінші сіздер қазір сол кісілердің орнына қозғалуы шектеулі балалар, сіздерде есту қабілеті, сіздерде әскери есту қабілеті, сіздерде оқуына қиындықтар бар, оқуына қиындықтар бар деген кезде оны әркез шатастырады, оны қалады, буындарды қайтып оқиды, ол сіздерге қиын шығар. Енді қазір оның барлығын біз қалай істейміз? Қимылы, деу жүйесі қиын деген ең бірінші осы кісілерден бастап, иә? Сіздер былай істеп кетеміз. Үшке бөлесіз. Енді беріп келесіздерде мынаны алып, мына мәтінді жазасыздар. Қолды қатты тарттырыңыз. Ал келіңіздер. Мәтінді көшіріп жазамыз. Мәтінді көшіріп жазамыз. Тез-тез жазамыз. Бұл тапсырманы орындау үшін мен сіздерге 2 минут уақыт берейін. 2 минутта бересіз. Алсыз қолдарыңызбен алып жазасыз ғой. Қолдарыңызды бүйтіп қатып қарсың. Қолдарыңызды бүйтіп қатып. Қолдар қатып жазыңыз. Қайттан ба? Мына сіздер жазғанша, иә? Біз үшінші топтың жұмыс істейміз. Бұл сіздердің тапсырмасы? Есту қабілеті. Сіздерге былай, сіздер қазір мәтін беремін. Сіздер, сіздерге жағдай мынандай ғой, оқушы есту қабілеті төмен. Ол тек қана титулар. Демек, мына жерге бір адам отырады, ауылмен мәтін оқиды. Сіздер жазасыздар. Onu da değil mi? Bak kız gibi. Мүмкіндік жауап қарым-қатынас керек. Бұл қандай ой екен? Боласың, Мұрат, олсыз емессің. Менің де ойым, сөзім, мақсатым бер. Яған сенің бір мейірам, нәрсе, менше өскен жемістікше жұта аламын. Балам қазір оқыған ғой еді? Бала кейін бала болса оқып жатады. Мен ерекше балам, бірақ әлсіз емеспін. Менің де ойым, сөзім, мақсатым бар. Маған сенің мейірімің берсе, мен де өскенде жетістікке жете аламын. Ал мен мүгедектігі шектеулі болсам да амандауым. Тоқпын, мен сәл оқимын, дос тапқым ортада өз ойды тапқым келеді. Мен мүмкіндігі шектеулі болсам да арман көп. Менің де оқығым келеді, дос тапқым, оғанда өз орнын тапқым келеді. Әкесер байқасаңыздар, біздің өзіміздің сана сезімімізге, өзіміздің дене бітімімізге, өзіміздің көру, есту қабілеттерімізді сынап көрдік қазір. Сол ерекше балалардың жағдайын түсінетіндей болған шығармыз деп ойлаймын. Енді келесі тапсырма мынандай. Егер тапсырма берген, сіздер осы берілген жағдаят бойынша бір тапсырма құрастырасыздар. Бір тапсырма құрастырыңыздар. Ерекше балалардың сол жағдайда барлығы бар. Жағдайда әр топ жағдайға қарайды. Енді бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 4 минуттен 7 минут шығар ертесіздер.
Қозғалысы шектеулі оқушы. Жағдай: оқушы сыныпта еркін қозғала алмайды, жазу әрекеті баяу, интеллектуалды мүмкіндігі сақталған. Тапсырмаңыз. Бұл жерде бізге 4 сұрақ берілген, 4 сұраққа 4 жауап берді. Бірінші сұрақ: осы оқушыға қолжетімді оқу ордасын қалай ұйымдастырасыздар? Біз ол былай деп жауап бердік. Бірінші, алдыңғы қатарға отырғызамыз ол баланы. Екінші, арнайы картамен орындық дайындаймыз. Үшіншіден, ол балаға арнайы түрде планшеттің ноутбугын ұйымдастырамыз. Келесі екінші сұрақ: қандай заманауи технология немесе әдісті қолданасыздар? Екінші сұрақта біз бұл жерде жаңағы планшет ноутбук бердік, сол бойынша жұмыстар береміз, тапсырмалар береміз. Қазіргі заманауи неше түрлі тапсырмаларда жұмыс жасатамыз. Одан кейін екінші, интерактивті тақтамен жұмыс жасаймыз, аудио және бейне материалдарды көрсетеміз және дифференциалды оқытуды жүргіземіз. Үшінші сұрақ: тапсырманы бейімдеу жолын көрсетіңіз. Үшінші сұраққа бұл жерде тапсырманы көлемін азайтамыз, сәйкестендіру, ауызша жауап беру, сурет сызба арқылы жұмыстар жүргіземіз және олар сол тапсырмаларға жауап берген кезде уақытын ұзартамыз. Оқу дағдысы төмен оқушы. Жағдайят: 9 сынып оқушысы мәтінді баяу оқиды, әріптер шатастырады, ұзақ мәтіндер тез шаршайды, сабақта өзіне сенімсіз. Тапсырма: 4 тапсырма берген. Осы оқушыға бейімделген бір тапсырма үлгісін жазыңыз. Мына бізге тапсырманы іздеген кезде оның деңгейіне қарап береміз. Екінші, суретпен, сөздік, цитат, бейне, схема арқылы, қимыл арқылы іздетіп болады тапсырманы. Екінші, қандай заманауи әдіс-тәсіл қолданасыз? Әдіс-тәсіл кезінде бізде бірнеше әдіс-тәсіл қолдануға болады. Мысалы, тапсырманы түрін дәстүр тақтадыңыз. Бірінші тапсырма: сол құс сөзін алатын болса, сол құс сөз ол түбір сөз. Оған қандай жалғаулар келтірілген? Құстар, құспен, құсты, құстың, құсқа деген сияқты. Екінші, біз суретпен жұмыс жаңағы. Мысалы, алма мен гүлдің суретін қосып, қандай жаңа сөз пайда болады деген сияқты. Суретте қай жалға жаңа сөз келеді деген сияқты. Қандай қолдау түрін ұсынасыз дейді. Қолдау түрі бізде жаңағы мадақтау, оны бағалайтын десек болады. Мотивация, жарайсың, бас бармақ деген сияқты. Рахмет. Енді жағдайына оқушы мұғалімнің ауызша түсіндіруін қол қабылдай алмайды, ерін қимылына қарайды, визуалды ақпаратты жақсы меңгереді. Тапсырма: сабақтың тақырыбына байланысты сабақтың тақырыбын маусымдық өзгерістер істеп алдық. Бұл жерде бірінші балаларға жаңағы есту қабілеті төмен болғандықтан жиі ұсынамыз видеолар, мультфильмдер қысқа байланысты сол суреттерді көреді де бала тапсырмалар орындайды. Мысалы, сурет тапсырмалар береміз есту қабілеті төмен болғандықтан. Сурет әдісін қолданамыз. Бұл жерде балалар жаңағы суреттерді схема арқылы, компьютер орындау, сәйкестендіру тест арқылы жазбаша орындап береді тапсырмаларды. Слайдтан жаңағы компьютерде көру арқылы. Одан кейін кері байланыс актыны қолданамыз отырып, жазбаша белгілер, смайлик, чек парақ, экранды етіп көрсету арқылы қысқа ғана жаңағы баланың бүгінгі көздің пікірін қимыл арқылы көрсетуге болады. Балалар сен осы жерден қандай жетістікке жеттің деген сықылды кері байланыстар береді. Идея болды деп ойлаймын. Сіздермен қандай да ой салған шығар. Жаңа басын көрдік әкесі. Демек баланы ерекше білім, ерекше қабілетті баланы неге алып келді? Комиссияға алып келді. Ол баланың ойы көзі бар жаңағы қарай ешнәрсе түсінбейді, ешнәрсе білмейді. Бір ғана қыз назар аударады. Қараңыздаршы. Бір ғана қыз назар аударады. Ойнап жүрген қыз қайда? Бала бар. Балаға кейін ол не істейді? Өзінің көмегін өзі қолдайды. Сіздердің жасаған тапсырмаларыңыз, бағанағы мен сіздерге кішігірім тренинг сияқты қимылдарына баланың ерекше қабілетін өз денемізбен, өзіміздің ойымызбен, өзіміздің сезім мүшелерімізбен сезінген сияқтымыз, осыны сезінгеннен кейін мен ойлаймын, кез келген ерекше қабілетті баланы біз өз ойымызбен, өз басымыздан өткіземіз. Және мына жерде қыздың орнына ол біз, яғни ерекше балаға біз өзіміз қолдау бола аламыз, біз ерекше балаға өзіміз аға да боламыз, іні боламыз, әке боламыз. Яғни жебелейтін бізбіз, солай ғой. Енді оның нәтижесі қандай болады екен? Қолымызда екен. Сол себептен мен ойлаймын, бүгінгі менің кішігірім шеберлік сыныбымда біз нені білдік? Осыны не бойынша алға шықсақ. Кері байланысты. 3-2-1. 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы әдіс, 1 қолданам деген тәсіл. Жаңа болмаса да бұндай келе жатса да өзіміз ары қарай жалғастырып, әдістерді пайдаланып боламыз. Мен мысалы өзімнің жаңа барлық оқушыларыма қолдануға болатын әдістерді көрдім. Үнемі жаңағы яғни болмаса сабақтан жүйелі түрде өткізіп отырсақ, ол балаларда керемет атақтардан да шығуы мүмкін. Тарихшылар жаңағы естуі өте төмен, Бетховен, композитор болған құлағы естімесе де, Исаак Ньютон жаңағы мектепте зөбелетіп, отометте, кейін өсірген одан керемет бір жаңағы не шыққан, ғалым шығып отыр, сол сияқты мұндай балалар мектеп жүйелі жұмыс істеп, олардан да келешекте бір Қазақстанның азаматы шығады деп ойлаймын. Қандай аламыз? Таңдауымыз қажет екенін түсінген шығармыз, иә. Инклюзивті сабақ құрастыру. Яғни әр сабағымызда бізде инклюзивті оқушылар қазір мына өткен сәйт айтылды ғой, иә, үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс деген сияқты. Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс қажет, олардың оқушылармен жұмыс қажет. Оқушы мүмкіндігін ескеріп бағалау қажет екенін түсінген шығармыз. Енді сіздер айтып отырсыздар, мына жерде 3 жаңа ақпарат, 2 пайдалы әдіс, бір қолданатын сабағын қолданатын әдіс. Сіздер жасадыңыздар, бірнеше түрлі әдістерді көрсетіңіздер. Мен сіздерді үйретпей, сіздер мені үйретіңіздер. Сол үшін инклюзивті білім бұл жаңашылдық пен кәсіби шеберлікке үйлесімді. Яғни барлығымыз бірлесе отырып орындасақ, сондай бір керемет жаңағы баланың нәтижесіндей жететін шығармыз деп ойлаймын. Жақсы, шеберлік сыныпқа қатысқандарыңызға